25 маусымға арналған жолда жорамал. Тоқты, бүгінгі күн сіз өзіңіздің біліміңізбен және жақында алған ақпараттарды жаныңыздағы адамдармен бөлісуге қолайлы күн. Бүгін өз ойыңызды нақты білдіріп, қызықты тақырыптар жөнінде өзгелермен сөйлесу сіз үшін де әрі басқалар үшін де жақсы әсер сыйлайтын болады. Сіздің айтатын сөзіңіз бен ойларыңыз көпшілік үшін қызықты болмақ. Тіпті бұрын сізге құлақ аспаған адамдардың өзі де бүгінгі күні сізге қызығушылық танытады. Ал жақын адамдарыңызбен қарым-қатынастарыңыз үнемі жақсы бола бермейді. Олардың сізге қандай да бір шағымы болуы мүмкін. Алайда кешкі уақытқа дейін барлығын талқылап үлгеруіңізге мүмкіндік бар. Ең бастысы сіз тұжырым жасауға асықпауыңыз керек. Есіңізде болсын, алғашқы әсер үнемі дұрыс бола бермейді. Торпақ. Қиындықтардан бүгінгі күні ешқайда қашып құтыла алмайсыз. Алайда сіз жағдайдан шығаратын амалдарды тауып, қиындықтарды жеңе біліп, тіпті өзіңіз күтпеген жерде сәттілікке қол жеткізесіз. Сізге өзгелердің көмегі қажет болуы мүмкін. Интуицияңыз кімнен көмек сұрау керектігін еш қателеспестен білдіретін болады. Өзгелермен сөйлесу көп уақытыңызды алады. Сондықтан да ұзақ әңгімелесулерді қысқартуға тырысыңыз. Әйтпесе, сіз кейбір жоспарланған шаруаларыңызды атқарып үлгермеуіңіз мүмкін. Сөз таластырулардан да бойыңызды аулақ ұстағаныңыз жөн. Әдетте сөз таластар болмашы нәрсенің себебінен пайда болып, соңы ренішке әкеп соғады. Жақын адамыңызға қолдау көрсетуге мүмкіндік бар. Әлбетте, сіз оларға қолдау көрсететін мүмкіндікті құр жібермейсіз. Егіздер үшін бүгінгі күн білімін шыңдап, ой өрісін кеңейтуге қолайлы күн болғалы тұр. Жұмысыңызға қатысты сөйлесулер жақсы өтіп, қазіргі және болашаққа қатысты жобаларды жақсы талқылап, тіпті жақындарыңызбен әңгімелесуіңіздің өзі сіздің көңіліңізден шығатын болады. Сізге керемет мүмкіндіктер беретін қызықты іскерлік ұсыныстардың да түсуі ғажап емес. Жағымды тосын сыйлардың да болуы әбден мүмкін. Кейбір егіздер бұрыннан армандап жүрген затын сыйлық қалады немесе өздері сатып алуы мүмкін. Күннің екінші жартысында ұзақ уақыт бойы кейінге қалдырып келген үй шаруаларын қолға алып, оны ойдағыдай атқарып шығуға мүмкіндік бар. Шаян. Бүгінгі күні болатын қиындықтар мен проблемалардың аса жеңіл еместігіне қарамастан, сіз көп нәрсеге қол жеткізе аласыз. Рас, бұл үшін өзіңізге аса ұнамайтын адамның көмегіне жүгінуіңізге тура келеді. Алайда бүгінгі күні онымен әңгімелесу әдеттегіден қарағанда жағымдырақ болады. Іскерлік ұсыныстардың да түсуі ғажап емес. Бұл ұсыныстар ұзақ уақытқа арналған серіктестік немесе жаңа жұмысқа шақырту болуы мүмкін. Өзіңізді шаршатып алмауға тырысқаныңыз жөн. Қазіргі уақытта сіз өзіңізге демалыс жариялап, үйіңізде денсаулығыңызға пайдалы процедураны жасауыңыз керек. Өзіңізді күтуге жасаған әрекеттеріңіздің қайсысы болмасын, сіздің денсаулығыңызға жақсы әсер ететін болады. Осының арқасында сіз өзіңізді сергек және жігерлі сезінетін боласыз. Арыстан. Бүгінгі күн маңызды шаруалармен көлемді жобаларға кірісуге мүлдем қолайлы емес. Себебі осындай маңызды шаруаларды бастамай жатып-ақ проблемаларға тап болып, үлкен тәуекелдерге бой алдырып қоюыңыз ықтимал. Есесіне кішігірім мәселелер мен шаруаларды сіз аса күш салмасаңыз да жақсы әрі жылдам атқарып шығып, қажетті нәтижеге қол жеткізесіз. Жақындарыңыз сізге тосын сый жасап, сіздің көңіл күйіңізді көтеретін жағымды әрекеттер жасайды. Күннің екінші жартысында барлығына маңызды болатын ұзақ әңгімелесудің уақыты келеді. Жүзеге асыра аласыз ба, жоқ па, алайда болашаққа қатысты жоспарларды талқылап, ақылдасуыңыз сіз үшін өз пайдасын тигізетін болады. Бикеш. Адамдармен әңгімелесу үшін жайлы күн. Сіз адамдармен жақсы ортақ тіл тауып қана қоймай, кейбір қарсыластарыңызды сенімді серіктестеріңізге айналдыра аласыз.
Уақыт өте келе олар сіздің жақын досыңызға да айналуы мүмкін. Әрине, егер сіз қаласаңыз ғана. Ғашық жандарды бүгінгі күні жұлдыздар қолдамақ. Ғашықтарды бүгінгі күні жағымды тосын сыйлар мен ұмытылмас сәттер күтуде. Бүгінгі күні киім, аксессуар немесе әшекейлер сатып алуыңызға болады, және сіздің талғамыңыз сізді ұятқа қалдырмайды. Айналаңыздағылар сізден күтпеген таңдау ең сәтті таңдау болмақ. Сол себепті өзгелердің кеңестерінің барлығына құлақ асудың қажеті жоқ. Кешкі уақытта оңаша қалып, күшіңізді қайта қалпына келтіруіңіз керек. Таразы, күннің бірінші жартысы барынша қолайлы болмақ. Сіздің идеяларыңызды жүзеге асыратын мүмкіндіктер болып, кейбір проблемаларыңызды жылдам шешіп, барлығына шығармашылық көзқараспен қараудың арқасында көптеген нәрсе сіз үшін оңай берілетін болады. Көптеген таразылар ұзақ уақыт достық қарым-қатынаста болған адамдар жайында жаңа нәрселерді еститін болады. Бүгінгі алған ақпараттарыңыз кейбір үйреншікті болып кеткен нәрселерге деген қалыптасқан көзқарастарыңыздың өзгеруіне ықпал етеді. Уақыт өте келе жағымсыз өзгерістердің күші байқала бастайды. Айналаңыздағылармен қарым-қатынастарыңыз шиеленісті бола түсіп, сөзге келіп қалу ықтималдығы жоғары болады. Бұл жағдайда барлығымен достық көңіл күйде бола біліп, сабырлық танытыңыз. Осының арқасында барлық ушыққан жағдайларда оңай баса аласыз. Саршаян, бұл күні көп оқиғалар орын алғанымен, алайда оның барлығы бос, ешқандай да пайдасы болмайды. Сіз қойған мақсатыңызға жету үшін бар күшіңізді саласыз, алайда сіздің әрекеттеріңіз реттелмеген және жинақы болмайды. Егер де сәттілікке қол жеткізгіңіз келсе, нақты жоспар құрып, сол жоспар бойынша әрекет етіп, ойыңызды басқа нәрселермен бөлмеңіз. Қаржыға қатысты шаруаларда барынша сақ болуға кеңес береміз. Бұл ретте сіз өз күшіңізді асыра сілтеп бағалап, көп шығынға ұрынып қалуыңыз мүмкін. Күннің екінші жартысында бой жазуыңызға мүмкіндік туады. Үйіңізде болып, фильмдер қарап, жақындарыңызбен сөйлесіп, тіпті кішкентай бөбектермен ойнаудың өзі де сізге ерекше күш беріп, тынығуға мүмкіндік береді. Осының арқасында көңіл күйіңізде біршама көтерілетін болады. Мерген, жаңа нәрселерді қолға алып немесе жоспар құруға қолайлы күн. Үйреншікті нәрселеріңізде неғұрлым алшақтасаңыз, соғұрлым сізге жақсы болмақ. Жаңа тәжірибелер жасап, мүлдем жаңа нәрсені байқап көруден еш қорықпаңыз. Батылдық пен табандылық сізді сәттілікке жетелер маңызды қасиеттер болмақ. Сізді тіпті ең қарапайым нәрселердің өзі де шабыттандырып, жаңа шаруаларды атқаруға деген талпынысыңыз өседі. Сәлден кейін сіздің жаныңызда сіздің идеяларыңызға және айналаңызда болып жатқан оқиғаларға қызығушылықпен қарайтын адамдарда пайда болады. Бұл адамдардың ойы сізбен бір жерден шығады және олар да өз өмірлерін қызықты ету үшін түрлі тәжірибелер жасауға дайын. Тауешкі, күннің бірінші жартысында сәттілікке жетуге мүмкіндік туады. Барлық проблемаларды тек жалғыз өзіңіз шешуге тырыспаңыз. Себебі жаныңызда сізге көмектесуге дайын адамдардың бар екенін ұмытпағаныңыз жөн. Жаңа шаруаларды қолға алмас бұрын қалай әрекет етеріңізді жақсылап ойланып алыңыз. Аяқ асты әрекет еткеннен гөрі нақты жоспар құрып, сол жоспар бойынша әрекет етуіңіз сіз үшін тиімдірек болмақ. Күннің екінші жартысында айналаңыздағылармен қарым-қатынастарыңыз шиеленісті және барынша шатасып кетеді. Бұл жағдайда ұрыс пен сөз таластардың орын алуы әбден мүмкін. Алайда сіз өзіңізді қолға ала біліп, барлығымен ортақ келісімге келе алатын амалдарды таба аласыз. Соқойғыш, маңызды сұрақтарды шешуге жайлы күн болғалы тұр. Сіз көзден ештеңені таса жібермей, дұрыс тұжырымдар жасай білетін боласыз. Оқуыңызда жақсы сәттіліктерге қол жеткізесіз.
барлық ақпараттарды есіңізде сақтап, өзіңізге пайдасы болатын көптеген нәрселерді үйренесіз. Егер бүгінгі күні сіз қандай да бір жаңа шаруаны қолға алар болсаңыз, алғашқы қиындыққа тап болған кезде сіз оны жарты жолда тастап кетпейсіз. Бүгінгі күн сонымен қатар адамдармен сөйлесу үшін де аса қолайлы күн. Соңғы кезде кіммен араңыз жақсы болмай жүрсе, сонымен арадағы қарым-қатынастарды жақсартуға мүмкіндік туады. Сіз жақын адамдарыңызға қамқорлық танытып, олардың жанынан табыла білесіз. Кешкі уақыт кішігірім отбасылық мереке үшін қолайлы болмақ. Бәлкім, отбасыңызбен жиналып, қандай да бір қуанышты атап өтуге себеп табылып қалар. Балықтар, күннің бірінші жартысы қай жағынан алып қарасаңыз да, сіз үшін жайлы болмақ. Әсіресе болашаққа қатысты жоспарларды талқылап, маңызды шаруалармен айналысып, қаржыға қатысты шаруаларды сәтті шеше аласыз. Кейіннен сәтті өзгерістердің күші бәсеңдеп, қалағаныңызға қол жеткізу үшін біраз күш салуыңызға тура келетін болады. Кешкі уақытта абай болуыңыз керек. Отбасында қандай да бір сөзге келіп қалусында жағымсыз жайттер орын алуы ықтимал. Бұл жағдайлар кішігірім нәрсенің себебінен туындайды және тұрмыстық кейбір мәселелер сіз үшін мүлдем шешілмейтіндей болып көрінуі мүмкін. Есіңізде болсын, кейбір мәселелерге мүлдем көңіл бөлместен, еш уайымдамай қолыңызды бір сілтей салуға болады. Себебі бұндай проблемалар сіздің қатысуыңызсыз-ақ өздігімен шешіледі және сіз тек өз жүйкеңізді ғана жұқартасыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.